Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге балаға бірінші тіс қашан шығу керек жайында ақпарат бермекшімін. Өйткені көп ата-аналардың қоятын сұрағы осы болғандықтан бүгін осы сұраққа жауап бергім келеді. Кей балалардың алғашқы тісі 3 айында шықса, ал кейбіреуінікі 1 жасында шығады. Максимум баланың тісі 1,5 жасына дейін шыққан күтеміз. Кейбір балалар бар, тіспен де туылады, 1 тіспен немесе 2 тіспен де туылады, бірақ ол өте сирек жағдай. Баланың тісі шықпай жатыр деп өз бетіңізше кальций препараттар немесе тағы да бір баттарды берудің қажеті жоқ. Егер баланың жасы 1,5-ға келіп, егер баланың тісі мүлде шықпаған болса, онда баланы тіс дәрігеріне апарып рентген жасау қажет. Сүт тістердің барлығы, яғни 20 сүт тіс 2,5-3 жасқа дейін жарып шығады. Тістердің ерте шығуы немесе кеш шығуы көбіне генетикалық ерекшелікке байланысты болып табылады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.